Өңірімізде туа бітті денсаулығында кінәраты бар бүлдіршіндер саны артып барады. Мәселен, былтыр 113 ананың құрсағындағы шаранада ауытқулар бар анықталды. Мамандардың айтуынша, бүгінде облыстағы әрбір 10 әйелдің 9-ы түрлі ауруға шалдыққан. Ал 3700 қыз келіншек үшін жүктілік аса қауіпті көрінеді. Соған қарамастан бала сүюді аңсап, тәуекел еткен кейбір сәбилерді генетикалық ақаумен дүниеге әкелуде. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Сафура қызы әдеміден соң сәби сүйе алмай келеді. Былтыр аяғының ауыр екенін білгенде қатты қуаныпты. Алайда дәрігерлер оған 6 айдан соң құрсақтағы баланың дұрыс дамымауына байланысты үзіліс жасатуға кеңес береді. Осылайша көптен күткен арманының бір-ақ сәтте күл талқаны шықты. УЗИге түскенімде маған бәрі жақсы дамып келатыр деген. Сосын мен өзім кеш тіркелуге тұрдым. Барғанымда маған повторно УЗИ алып кел деді. Түскенімде аяғы дұрыс дамымаған деді. Ана мен балаға консилиумға жіберген кезде олар қайтадан сол жақтан УЗИларын түсірді. Генетик болды. Басы дәу, денесі кіттай, өкпесі дұрыс дамымаған, қол аяқтары кіттай, сөйтіп дамыған деді. Сонымен өзіме қойды, босанасың ба, или не қыламыз деп. Жүктілікті тоқтатуға келісім беріп, ол кісілер маған порталға салды. Мен сол жақта босандым. Дегенмен әйелдердің көбі Сафура сияқты жүктілігін үзуге оңайлықпен келісімін бере бермейді. Салдарынан денсаулығында түрлі ауытқулар бар, нәрестелер дүниеге келуде. Қазір үлкен жасқа келген ерлі-зайыптарда мысалға балалы болып жатыр. Дене қалай қартаяды, мысалға үш құрлысы баяғыда 25-тегі жастағыдай емес, олар үш құрлысы и ұрықтары да бәрі солай қартаяды. Қартайған ұрықтан мысалға сол құрсақ бала пайда болып отыр. Гендік аурулар бар. Бұлшық еттің әлсіреуі диагноз. Халыққа таныс енді қол аяқтары қисайып, бойы кішкентай, тапал боймен туылып жатыр, ахондроплазия деген сияқты. Енді сондай көп бала туылып жатыр, ол бар. Ақаумен мысалға ауыз, мұрны, таңдайы, қатты таңдай жырығымен сондай да бала туылып жатыр. Басына, миында көп су жиналған гидроцефалия деген балдар туылып жатыр. Медицинаның мүмкіндігі мол уақытта шарананың жай-күйін генетикалық диагностика көмегімен анықтауға болады. Бірақ кей жағдайда шарасыз аналарды 9 айға дейін жетіліп кетер деген алдамшы үміт алға жетелейтіні рас. Дей тұрғанмен, мүгедек боп туылған баласынан бас тарту жас аналар арасында қалыпты жағдайға ұласуда. Қазіргі таңда облыстық мамандандырылған сәбилер үйінде 59 тәрбиеленуші болса, соның ішінде денсаулығында кінәраты бар 5 баладан ата-анасы үзілді-кесілді бас тартқан. Бірінші сүйек буының қозғалысының ақауы, екінші туа біткен бас миының гидроцефалиясы, үшінші туа біткен жүрек ақауы, төртінші ДЦП и туа біткен бас миының полиэнцефалиясы. Осы балалар мүгедектік алып жатыр. Бізде тәрбиеленіп, емделіп, реабилитация жасап, сауықтырамыз. Мұндай ерекше балалардың өмірге келуіне мамандар түрлі болжам жасап келеді. Аңқасы кепкен Арал теңізінің зардабы мен Байқоңыр ғарыш кешенінің техногендік теперіші бүкіл үрім бұтағымызға жетпесіне кім кепіл? Бір ғана мысал 1996-2005 жылдары жүргізілген зерттеу нәтижесінде өңірдегі 6000 баланың жартысына жуығы жүрек қан тамырлары, жүйке жүйесі және несеп шығару жүйесі ауруларына шалдыққан анықталған. Ал соңғы 10 жылда аймақта ана мен бала өлімі 2 есеге көбейген. Бұл мәселені егжей-тегжей зерттеп жүрген Арал өңірі экология және халықтың денсаулығын қорғау өңірлік орталығы арнайы карта әзірлеп, тұрғындардың саулығы үшін өз жобаларын дайындауда. У нас идет, к сожалению, заболеваемость органов дыхания. Біз тыныс жолдарының аурулары, қаназдық пен көз аурулары бойынша республикада бірінші орында тұрмыз. Сонымен қатар экологияның зардаптары бүйректегі тастың көбеюіне, эндокриндік жүйелердің бұзылуына әкеп соғуда. Қаласақ та, қаламасақ та сыртқы ортаның денсаулыққа зияндылығы дәлелденген фактор. Біз ешқандай елде жоқ арнайы карта дайындап жатырмыз. Экологияның зардабын біз сонда нақпанақ көрсетеміз. Бүгінгі таңда тұқым қуалайтын 1000-нан аса ауру түрлері бар. Соның 400-ден астамы бір ғана ген мутациясының себебінен болады. Ал өңірімізде бала көтеру жасындағы 168 000 әйел болса, әр 10 әйелдің 9-ы түрлі дертке шалдыққан. Табиғат құбылыстарының адам денсаулығына әсері уақыт өткен сайын жаңарып, жалғаса беретінін ескерсек, бұл дабыл қағарлық жайт. Егер экологияның зардабы болмаса, жыл басынан бері дүниеге келген 8901 сәбидің 78-і шетін емес педі, кім білсін. Қалай десек те, ана мен бала денсаулығы алаңдарлық күйде. Балауса Қасымхан қызы, Бөгенбай Аббасилов, Талғат Сыдықов, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.